Баршаңызға сәлем достар. Каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте дәмді ерекше пирогтың жасалу жолын ұсынамын. Бұл пирогтың құрамына сәбіз қосылып жасалады. Өте жұмсақ әрі биік болып шығады. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Бізге керекті заттар ұсақ үккіштен өткізілген сәбіз, ұн, қопсытқыш, шым-шым тұз, қант, жұмыртқа және сұйық май керек болады. Ең алдымен ыдысқа жұмыртқаны саламыз. Шым-шым тұзды салып, миксердің көмегімен 1 минуттай жақсылап араластырамыз. Келесі кезекте қантымызды аз-аздан сала отырып, миксердің ең қатты жылдамдығында 3-4 минуттай араластырамыз. Біздің массамыз ақ түске еніп, 2 есеге ұлғаяды. Сонан соң сұйық майды құйып, силиконды лопатканың көмегімен астынан үстіне қарай асықпай араластырамыз. Миксер пайдаланбаймыз. Келесі жасайтынымыз қопсытқышты ұнға салып араластырып аламыз. Онды міндетті түрде електен өткіземіз. Мен алдын ала електен өткізіп алдым. Оның барлығын сұйық массамызға саламыз. Қасықпен немесе силиконды лопатканың көмегімен астынан үстіне қарай біркелкі болғанша жақсылап араластырамыз. Келесі кезекте ұсақ үккіштен өткізілген сәбізді салып, астынан үстіне қарай ақырында біркелкі болғанша тағы да араластырамыз. Енді формаға пергамент қағазын төсеп, немесе сары май жағып, массамызды саламыз. Видеодағыдай бетін тегістеп жібереміз. Алдын ала қызған пеште 180 градуста 40 минуттай пісіреміз. Әркімнің пеші әртүрлі болғандықтан ыңғайына қарайсыздар. Мінекей достар, пирог толықтай пісті. Пирогты толықтай суытып барып кесеміз. Пирог өте дәмді, әрі жұмсақ, биік болып шығады. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Менің отбасыма өте қатты ұнады, сіздерге де ұнайтынына сенімдімін. Осы видео ұнаса достар, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Ақшолпан.